Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Сізге сұрақ қойсам? Иә, әрине. Сіз көбінесе жаңа мүмкіндіктерге иә деп айтасыз ба, әлде сақтықпен қарайсыз ба? 50-де 50 қараймын, себебі иә деп айтқан кездерде нақтылап, сол жағдайды түсініп, содан кейін иә деп айтқан жөн деп ойлаймын. Себебі сақтықпен қарағанда дұрыс, себебі алдағы уақытта не болатынын болжап, кішкене алды артын ойлап жауап берген жөн деп қараймын. Рахмет, сұрақ қойсам? Болады. Басқалардың сізге иә деп айтқаны сіздің өміріңізге қалай әсер етеді? Иә дегенге әрине қуанам, менің сөзімді жұқпағанға, мені сыйлағанына. Рахмет көп. Сізге сұрақ қойсам? Қоя ғой. Сіз үшін өмірге иә деу нені білдіреді? Өмірге иә деу, алда өміріңде кездескен мүмкіндіктерге иә деу, жоқ деп айтуға асықпау, мүмкіндіктерді пайдаланып қалу. Рахмет көп апай. Апай, сізге сұрақ қойсам? Иә, қоя бер. Егер кез келген нәрсеге еш қорықпай иә деуге мүмкіндік болса не істер едіңіз? Егер еш қорықпай иә деуге мүмкіндік болса, мен қорқыныштарымды жеңуге иә деп айтатын едім. Себебі жоғарыдан төмен қарау, жоғарыға ұшу сияқты нәрселер. Сонымен қатар менімен әңгіме айтатын, әңгімелескісі келетін адамдарға әрқашан иә деп айтатын едім. Себебі әрқашан ашықпын. Рахмет көп.